Жұмбақ пәтер. Бір кем дүниенің кесірі көп адамға тиіп жатады. Біреу байлыққа мастанып, дүниенің қадіріне жете алмайды. Кейбіреулер кедейліктің кесірінен көп нәрседен қол үзіп қалады. Біреуге мал қайғы, біреуге жан қайғы. Төрт құбыласы түгел болып жаратылуда, кем-кетік пен күй кешуде осы жалған өмірдің заңдылығы. Қандай кемшілікпен сыналатынын ешкім де білмейді. Айнаш жасы келген орта жастан асқан қыз. Бұрын тұрмыс қоймаған. Бірақ айналасынан еститін әңгіменің көбі тұрмысқа шығу, балалы болу, туған-туыс, дос-жаран, қызметтестері бұны қашанғы жалғыз өзің жүре бересің? Тым болмаса біреуден бала туып ал, жалғыз қаласың деген ақыл-кеңестермен ортаға алып тұрады. Айнаш ата-анасынан бөлек қалада жұмыс істейді. Өзінің қызметі, жүрген ортасы, тұратын баспанасы барлығы көңілінен шығады. Жалғыздығы да аса жанына батпайды. Айналасы айтпаса, оңашада қалғанда отбасы туралы ойлаған да емес. Бірақ кішкентай бала десе жанын беруге даяр. Ауылда тұратын ағасының балаларына барған сайын бар тәттіні үйіп, тіпті ойыншықтардың да түр-түрін апарып береді. Ол үшін балалардың қуанғаннан артық ештеңе жоқтай болып көрінеді. Анасы да ара-тұра қызының оң босағада отырып қалмай, теңін тауып кетуін құлағына құйып отырады. Айнаш анасына: «Ой, мама, менен құтыла алмай жүрсің бе?» деп әзілмен әрең құтылғандай болады. Жұмыстан шаршаңқылап келген соң сәл демала тұрайын деп Айнаш кереуетіне жайғасқан. Көзі ілініп кеткен екен, есік қаққан дыбыстан оянып кетті. Есіктің көзіне қарап еді, екі кішкентай бүлдіршін тұрғанын көрді. Айнаш бұрын-соңды өзі тұратын пәтердің айналасынан да, көршілерінен де мұндай балалардың жоқ екендігін ойлады. Және бұлар бәлкім адасып жүрген балалар шығар деп есігін айқара ашқан. Айнашқа қарап, үнсіз қалған балаларға кел деп не кет дей алмай, бұл да біраз тұрды. Үстерін киген жұпынылау күртешелерін кір басып, онан сайын еңселерін басып тұрған сыңайлы. Сәл кідірістен соң: «Кіріңдер!» деп екеуін ішке қарай тартып, асханаға қарай апарды. Екеуіне әлгінде ғана өзіне деп жолай дүкеннен алған бәліштерін ысытып алдарына қойды. Ал екі балада үн жоқ. Тек әлдебір мұңлы көзқарастармен Айнашқа тесіліп қарай береді. «Ау, неге үндемейсіңдер? Сөйлей алмайсыңдар ма? Мама-папаларың бар ма? Бұл жерге қалай келдіңдер? Адасып қалмадыңдар ма?» деген Айнаштың үстемелете қойған сауалдарына да жауап бермеді. Құдды мылқау күйде мелшиіп отыра берді. Алдарына қойған астан дәм татпаған соң, Айнаш екеуінің қалталарына әлгі бәліш пен тәттілерді толтырып салды да есіктен қайта шығарып жіберді. Жатып ұзақ ойланды. Қызық, бұлар кімдер екен? Терезеден қарап, көп қабатты алдыңғы үйдің бөлігін бақылап еді, ешкімнің қарасы көрінбеді. Ата-анасы тауып алып, үйлерін алып кеткен болуы керек, деді де жылы көрпеге оранып ұйықтап кетті. Дәл осы пәтерде бұрын Берік пен Гүлсім тұрған. Күнараш судан татып келіп, келіншегіне күн көрсетпейтін әрекетін айналасындағы көршілердің барлығы біліп алған. Күн-түн демей үй сыртына дейін естілетін айқай-шу, бақыра шыққан балалардың даусы көрші көлемнің берекетін алатын. Күйеуінің өзіне не кінә тағатынын білмей, Гүлсім де ара-тұра екі баласын алып төркініне тайып тұратын. Итті қонақ жараспас деп, бір-екі күннен кейін амалсыз осы пәтерге қайта оралатын. Өзі үйде отырған жұмыссыз келіншек, күйеуінің табысы оңбаған соң, амалсыз айналадағы азық-түлік дүкендерінен зат алып, қарызға белшесінен батқан. Алатын ай сайынғы жәрдемақысы күрмеуге келмей, банктерден де несие алып, жағдайлар одан сайын нашарлай түскен. Ол аз болғандай Берік түн ортасы тоя ішіп алып, өз үйіне бір әйелді қолтықтай келгені Гүлсімге одан сайын ауыр тиді. Сол үшін де біразға дейін екеуі ара ұрыс, жанжал, төбелес болды. Екі кішкентайдың аналарын әкелерінен қорғаштап, ортада шыр-пыр болып жылағанын көрген
көзге тым аянышты еді. Ақыры сол шіңгіп беріктің түбіне жетті. Ес білмейтін масаң кете келіп, әйеліне қол жұмсамақ болды. Гүлсім екі баласын шала-пұла киіндіріп, сыртқа қашып шықпақшы болды. Есік алдына балаларын жетелей шығып, көшеде сырғыған көліктердің арасынан такси тоқтатамын деп ентіге жүгіргенде бір машина зыр етіп өте шығып, үшеуін жолдан қағып кетті. Дәл сол жерде жан тапсырған анасы мен балаларын туған туысы арулап көмеді. Күйеуі Берік ақыл-есінің кемістігі бар, ауруларды емдейтін ауруханаға тапсырылады. Ұйқыдан тұрған Айнаш сағатқа қарап еді, әлі күн ұясына бата қоймапты. Бірақ кеш түсуге жақын қалған екен. Балконға шығып, сәл тыныстан алмақшы болды. Шығса, көрші балконда көрші келіншек кір шайып тұр екен. Айнашпен амандасып, хал-жайын сұрады. Айнаш әлгінде болған оқиғаны айтып бергені сол еді. Көрші келіншек жүрек тұсын ұстаған күй шошып кетті де: тоқтай тұр, балалардың жас шамасы, түр-түсі бұрын осы сен тұрған пәтердегі балаларға келетін сияқты. Бірақ олар қайтыс болып кеткен. Айнаштың жүрек аузына келгендей тұншыға таңдана сұрақ қойды. Қалай сонда? Қайтыс болған несі? Олар кәдімгідей тірі адам сияқты келіп, үйге кіріп, маған қарап отырды ғой. Білмедім, Айнаш, бірақ сенің үйіңе келген балалар басқа біреулер болуы мүмкін емес, деп келіншек осы пәтерде тұрған Берік пен Гүлсімнің оқиғасын бастан аяқ айтып берді. Айнаш дереу заттарын жинастырып, ол жерден тайып тұрды. Басқа пәтерге қоныс аударды. Бірақ жадынан әлгі қос бүлдіршіннің бейшара кейпі кетпеді. Ата-анасынан жарытып, жылулық көрмеген балалардың рухы әлі де болса жақсылықтан үміттеніп, өздері тұрған пәтердегілерге жиі барып тұрады деген сыбыс көбейе түскен.